Айжанның бала күнгі арманы биш болу. Сол арманын орындау үшін қалаға жол тартты. Қаладағы ең беделді оқу орнына тапсырып, университетке грантқа түсті. Жаңа ортада жаңа достармен танысқан Айжан бірінші күн-ақ үйренісіп кетті. Бәрі армандағыдай еді. Үлкен зал, жан-жағы айна, әуенді қосып ырғалып билегенде бәрін ұмытатын. Бұл жер оның сүйікті орнына айналды. Сабақ біткен соң осында түн ортасына дейін қалатын. Билегенде айнадан өзін көріп, шабыты ашыла түсетін. Жарнамадан балетке басты рөлді сомдайтын қыз керек дегенде ести сала, Айжан кастингке асықты. Оған небәрі 3 күн қалғантын. Енді бұл салға түнеуге тура келді. Түнеп те жүрді. Сабақтан шаршаған Айжан сүйретіліп осында келді. Біраз дайындықтан соң демалып алмақшы боп жерге жантаяды. Аз уақыттан соң көзі ілінеді. Шым-шытырық түс көріп жатыр. Оянуға мұршашы жоқ. Бір кезде 1, 2, 3, 4, 5 деген қыздың дауысына шошып оянады. Көзін ашса, залдың жарығы өшірулі. Терезеден түскен ай жарығы айнаға сәуле шашып тұр. Ал сұмдығы айнадағы биші қыздың сұлбасы еді. Әдеттегіше Айжан дайындық орнына келді. Кешегі көргенін түсім, қатты шаршаппын деп жылы жауып қоя салды. Дайындығын бастап та кетті. Түн жарымында билеп жатқанда аяғынан әлдененің шалғанынан жерге құлайды. Бұл не болды екен деп біраз ойланады. Ақырында тағы мән бермей осында түнеп шығады. Бүгін соңғы күн, ертең кастинг. Толықтай дайын екеніне сенген Айжан өз-өзіне риза. Сол күнді ол ұмытпайтын да жеткізген еді. Қуаныш деймісіз? Жоқ, түн бата ұйқыға кетеді. Түсінде ақ киім киген жас қыздың бейнесі күліп те, жылап та, ашуланып та қызға қарап тұрады. Қатты музыканың дауысынан атып тұрса айналасында ешкім жоқ. Бір қызығы әуенмен бірге денесі билей жөнеледі. Әрине, Айжанның өз еркінсіз. Бұл би кастингтен өткен қыздың сомдайтын рөлі еді. Қара аққу деп аталатын қойылым. Мұның да өз тарихы бар. Ал биші осы рөлге эмоциямен, жан тәнімен беріліп ойнауы тиіс. Қош, қол-аяқтары еріксіз икемделіп жатқан Айжанның зәре құты қалмаған. Екі қолынан қара қауырсындар шығып жатқанда қорқынышты түс деп өзін жұбатты. Ақырында аққуға айнала бастады. Музыка ырғағы бітер кезде қатты секіргеннен өзін ұстай алмай жерге құлайды. Үнсіздік. Ертеңіне қыздың еденде жатқан курстастары тауып алады. Айжанның беті сұрланып кеткен, көзі сол күйінше ашық тұр. Ең сорақысы, 2 аяғы сынған екен. Оны дереу ауруханаға жатқызады. Айжан бүгін ғана есін жиды. Ұзақ ұйқыдан соң бүгін ғана достарымен қауышты.
арманының күл талқан болғаннан хабары да жоқ еді. Себебі енді ол ешқашан балетке қатыса алмайтынды. Не болған түсінбей қалдыңыз ба? Негізі бұлай ғой. Әлгі залдағы биші қыздың елесі осы жерде бұрын білім алған және дәл осы би қойылымын сомдаған басты кейіпкер екен. Жол апатынан қаза тауыпты, бірақ би әлемінің шексіз сезімінен босай алмай жүрсе керек. Ал оның сомдаған рөлін басқалар сомдаса оңдырмайдымыз.